Оқиғаның ықтималдығы және оның қасиеттері тақырыбындағы нөмірі 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 есептер. 10-5 есептің берілгені: 1 тең 2 рет лақтырылды. Ең болмағанда 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар. Бұл есепті шығару үшін барлық мүмкін нәтижелерді қарастырамыз. Е деп отқанымыз елтаңба, С деп отқанымыз сан. Елтаңба жағымен түсуі елтаңба 2 ретінде деп, 1 рет елтаңба 1 рет сан жағымен, 1 рет сан және 1 елтаңба жағымен және 2 рет сан жағымен түсуі. Сонда біз 4 жағдайды қарастыруымызға болады екен. Кем дегенде 1 рет елтаңба түспеу жағдайы. Елтаңба түспеу жағдайы бізде 2 рет сан түсуі. Екі бетінде де сан, 2 рет. Ешқашан елтаңба жоқ деп есептейміз. сан дегенді. Сондықтан кем дегенде 1 рет елтаңба түсу ықтималдығын біз қарама-қарсы оқиғаның ықтималдығы 1 мен берілген оқиға ықтималдығының айырмасына тең болатын формуланы қолданамыз. Сонда 1 минус 4-тен 1 тең 4-тен 3-ке. 4-тен 3 деп отқанымыз 0,75. Олай болса, ең болмағанда 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы 0,75. 10-6 есеп: 3 рет тең лақтырылды. 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар. 3 рет тең лақтырылғанда әр лақтыруда 2 нәтиже бар. Е дегеніміз елтаңба немесе Т таңба жағымен, сан жағымен деп. 3 рет лақтырылғанда біз 2 рет елтаңба жағымен түсуі 2-ның 3 дәрежесі болады. Ол деп отқанымыз 8. Олай болса, ықтималдықтарды есептеу формуласы бойынша ПА тең М бөлінген N, N саны 8 рет және 3 рет елтаңба түсу жағы М. П тең 8-ден 3. Ол деп отқаны 0,375. 10-7 есеп: кездейсоқ 2 таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар. А жағдайында алынған сан 0-мен аяқталды. Ә жағдайында алынған сан бірдей цифрлардан құралған. Үшінші, бір жағдайында алынған сан бүтін санның квадраты болмайды. Біз енді бірінші жағдайды қарастыратын болсақ, сан 0-мен аяқталады. Біз білеміз, екі таңбалы сан 0-мен аяқталатын 10, 20, 30, 0-мен аяқталса 90-ға дейінгі сан. Бұл жердегі барлық сандар 9 сан. Ықтималдық сонда 90-нан 9 сан. Біз 9-ға қысартсақ 10-нан 1, 10-нан 1 деп отқанымыз 0,1. Сонда алынған сан 0-мен аяқталатын ықтималдығы 0,1-ге тең. Екінші ә жағдайында бірдей сан бірдей цифрлардан құралған. Мұндай 11, 22, 33, 44, 55, тағы сол сияқты 99. Бұнда да барлығы 9 сан екен. Ықтималдық 90-нан 9, бұлда 10-нан 1. Сонда 0,1 береді. Бүтін сан, санның квадраты болмайды. Екі таңбалы сандардың квадраты бұл жерде. Екі таңбалы сан болғандықтан, екі таңбалы сандардың квадраты 16, 25, 36, 49, 64, 81. Екі таңбалы сан сол 81-мен аяқталады. 16-тан бастап 6 сан. Сондықтан квадрат емес сандар. 90-нан осы екі таңбалы 90 сан бар, содан 6-ын алып тастаймыз, сонда 84 сан қалады. 90-нан 84, біз бұл жерде қысқартуды орындаймыз. 15-те 14 шығады. Ол деп отқанымыз жоқ шамамен 0,933 болады екен. Онда 8-ші есеп: берілген Ербол екі таңбалы сан ойлады. Ойлаған санның 2 мен 5 сандарына еселік болуының ықтималдығын табыңдар. Екі таңбалы сандар 10-нан 99-ға дейінгі барлық сан 90 сан. 2-ге де 5-ке де еселік болса, ол 10-ға дейін еселік. Өйткені 2-ні көбейтсек 5-ке 10 болады. 10 саны 2-ке де 5-ке де еселік. 10-ға еселік сандар табатын болса, екі таңбалы сандарды 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Барлығы 9 сан. Олай болса, ықтималдықтар теориясының формуласын қолдана отырып, бүттен 90-нан 9, барлық екі таңбалы сан 90. Сол бізде 2-ге және 5-ге еселік сандар 9.
бұл жерде 9-ға қысқартатын болсақ 1-1, 1-1-ді 1-1 дегеніміз 0,1. Немесе 1-ді 10-ға бөлсек 0,1 шығады.